Түркия президенті Ердоған Қазақстанға келгелі жатыр. Мамыр айында Тоқаевтың шақыруымен Ердоған Астанаға келгелі жатыр. Сонымен қатар Түркістан, қасиетті Түркістанда үлкен түркі мемлекеттерінің жиыны өткелі жатыр. Бұл жаңалық ел ішінде түрлі пікірталастарға келіп жатыр. Өткені жақында ғана білесіздер, мына Өзбекстан елінің Түркиямен әскери ынтымақтастықты тереңдетуге байланысты жасаған мәлімдемесінен кейін Ресейдің әскери шендісі Андрей Белоусов деген әскери шенді адам үлкен мәлімдеме жасады. Яғни Орталық Азия елдерінде, Орта Азия елдерінде өңірден тыс елдермен мынадай әскери ықпалдастық дейді, мына нені тереңдетуге белгілі бір ұйымдарға байланысты оны біз жіті қадағалап бақылап отырмыз деген мәлімдеме жасады. Және бұл бір сөзбен айтқанда ресейлік әскери шендінің уайымы дейміз ба, әлде алаңдаушылығы десек дұрыс болатын шығар. Өйткені қазіргі кезде Орта Азия елдерінің түркі елдерінің ынтымақтастығы бойынша кеңейтілген ауқымда келіссөздері жыл өткен сайын күшейіп жатыр. Бұл Кремльдің назардан тыс қалып отырған жоқ. Бұны Кремль жақсы біліп отыр. Мына жақта Украинамен алысып қазір басы қатып жатыр. Неше жылдан бері. 2022-ден бастап есептейтін болсаңыздар, оның ар жағындағы Қырымды аннексиялауын былай қойғанның өзінде 2022-ден бастап қанды шайқас жүргізіп жатқаннан кейін Кремль мына жаққа бет бұрып қарап, жаңағыдай қалай айтуға болады, дөң айбат жасауға шамасы да келмей отыр. Бірақ соған қарамастан Кремльдің қатаң мәлімдемелері, Дума депутаттарының мәлімдемелері ауық-ауық мына елде үлкен резонансты жаңағы жағдайларға келіп жатыр. Дума депутаттарының Қазақстан туралы, түркі елдерінің ынтымақтастығы туралы жасаған мәлімдемелерін жақсы білетін шығарсыздар. Ал енді Өзбекстанның осындай жаңағы түркі елімен, Түркиямен әскери ынтымақтастықты тереңдетуге байланысты мына жасаған мәлімдемесі, қадамдары Кремльді күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырған сияқты. Артынша мына Ресейдің шендісінің жасап отырған мәлімдемесі осындай. Андрей Белоусов деген мына Ресейдің қорғаныс министрінің жасаған мәлімдемесі. Бұл әрине Өзбекстанды елеңдетіп қойды. Бірақ алдағы уақыттары Өзбекстанның Түркиямен байланысы қандай болады? Бұл Кремльді тыңдай ма, тыңдамай ма, немесе жүре тыңдай ма деген сияқты. Мысалы, ешқандай байқамаған кейіп танытып, әрі қарай Түркиямен байланысын одан әрі тереңдете ма, ол Өзбекстанның өз мәселесі. Бірақ шындап келген кезде халықаралық құқық нормасына қарайтын болсаңыздар, мына Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына қарайтын болсаңыздар, тәуелсіз мемлекеттің ішкі ісіне араласуға ешқандай мемлекеттің қақысы жоқ. Өйткені Өзбекстан өзінің саясатын өзі айқындау керек. Басшылығы, үкіметі, билігі, халқы, Ал айдаладағы Ресейдің әскери шендісі Өзбекстанның не істейтінін айқындауға оның ешқандай да қақысы жоқ. Енді жаңалықтар шығып жатыр. Тоқаевтың шақыруымен Түркия президенті Ердоған Қазақстанға келгелі жатыр. Астанада ғана емес, киелі Түркістан шаһарында да үлкен жиын болғалы жатыр. Бұл стратегиялық серіктес ретінде қарайды. Түркия бізге, Қазақстанға, Өзбекстанға стратегиялық серіктес ретінде қарайды. Орта Азия елдері Түркиямен тәуелсіздік алғаннан бері, оның алдында да біздің тарихымыз тым тереңде жатыр. Түркі халықтары. Негізінде түркі халықтарының бірігу идеясы дейікші, мына Тұран идеясы бар, мына түркі халықтарының мәдениеттерін жандандыратын, қайтадан қалыпқа келтіретін, мына көшпенді ата-бабаларымыздың салт дәстүрін қайтадан жаңғыртатын, бізде кезінде алып мемлекеттер, империялар құрған елдердің ұрпағы екенімізді сезіндіретін, ол кино индустриясы болсын, ол мына анимация саласы болсын, ол мына театр саласы болсын, мына жалпы айтқанда мәдени, экономика, саясаттағы байланысымызды тереңдету үшін соңғы кездері, соңғы 20 жылдықты алып қарағанның өзінде де байланыс тым тереңдеп бара жатыр. Бұны Қытайда, Ресейде, Америкада үнсіз бақылап отыр. Әрине олардың жасайтын мәлімдемелері бар. Бірақ бұл мемлекеттер қуанышқа орай тәуелсіз мемлекеттер. Әрине Ресейдің қазіргі құрамындағы мына кейбір түркі мемлекеттерінің жаңағы автономиясы бар, оның құрамында Ресей өзінің федерация мемлекет қой, Ресей федерациясы атауының өзі. Оның құрамында қаншама түркі халықтары бар.
оларды есептемегеннің өзінде тәуелсіз түркі мемлекеттерінің қазіргі кезде байланысы тереңдеп жатыр. Бұл қуанарлық жағдай. Ал қазіргі кезде білесіздер геосаясаттың қалай өзгеріп жатқанын. Жақында ғана мына Иранға жасалып жатқан шабуылды қараңыздар. Венесуэланың басшысын білдей бір мемлекеттің президентін алып кетіп өз еліне апарып Америка соттап жіберді. Ойлаңыздаршы. Бұл нені білдіреді? Бұл Біріккен ұлттар ұйымы ауық мәлімдеме жасаудан айыра аспай отыр. Қауқарсыз ұйымға айналып бара жатыр. Бұны Тоқаев та шырылдап бірнеше рет айтты. Біріккен ұлттар ұйымына реформа керек деді. Тоқаевтың өзі сол жақтарда қызмет атқарған, оның жаңағы ішкі механизмдерін, ішкі кухнясын түсінетін адамдардың бірі. Біріккен ұлттар ұйымы қазіргі кезде өзінің жаңағы күшінен айырылып бара жатыр. Реформа керектігі сөзсіз енді бұл ұйымға. Ал қазіргі қалыптасқан 21 ғасырда осы қазір мына біз өмір сүріп отырған әлемде қалыптасқан геосаясатқа қараңыздаршы. Кімнің шоқпары мықты, соның дегені жүріп тұрған заманға келе жатырмыз. Ал бұндай заманда тек дипломатиямен ештеңе шеше алмайтыныңды түсініп отқан кезең деп айтсақ болады. Өйткені дипломатиямен шешетін болса Венесуэла, Иран, қазір қараңыздаршы, Иранның өзі дипломатиямен шешетін болса, Пәкістан елінде, Исламабадта қаншама келіссөз жүргізді, нәтиже жоқ. Бәрібір Трамп өзінің дегенін жасағысы келіп отыр. Бәрібір Америка, Европа елдері өзінің жаңағы дегенін жасатып, айтқан істеткісі келіп отыр. Ал Иран өте сондай кезінде империялар құрған мемлекеттің бүгінгі мұрагері ғой енді. Ол ондайға көнгісі келмейді. Ал егер дипломатиямен шешетін болса, әлдеқашан мәселе шешілер еді. Қазіргі кезде теңіз порттарының блокадасы, ауық шабуыл, бір сөзбен айтқанда, кімнің шоқпары мықты, соның дегені жүріп тұр. Сондықтан қазіргі кезде Қазақстан да өзінің геосаясатына басты мән беріп жатыр. Ол әрине билік элитасының ғана емес, халықтың да бірлесіп жасайтын жұмысы бұл. Өйткені қазіргі кезде мына құбылып жатқан саяси жағдайлардың кезінде Қазақстан да өзінің позициясын жоғалтпау керек. Сонымен қатар тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кетпеу керек. Ал ол үшін мықты одақтас, мықты сенім арта алатындай стратегиялық серіктес мемлекеттер қажет. Ал бұл қандай мемлекет болады? Ол жағы қазіргі кезде нақты айқын деп айта алмаймыз. Жаңағы айтады ғой, мықты мемлекетті сырттан жау ала алмайды деп. Сондықтан қазіргі кезде бізге мына түркі мемлекеттерімен, Түркия болсын, Өзбекстан болсын, Тәжікстан, Қырғызстан сияқты мына аймақтық орналасқан мемлекеттердің байланысын одан әрі тереңдету керек. Қазіргі кезде көріп отырсыздар, мына суды пайдалануға байланысты орталық Азия мемлекеттері өзара кеңесіп, жиын құрып, ауық жаңағы талқылаулар өткізіп жатыр. Өйткені болашақта су үшін, қазір мұнай үшін соғыс болып жатса, болашақта су үшін талас болатынын ауық жаңағы экологтар мәселе қылып әлемдік деңгейде көтеріп жатыр. Ал бұл қақтығыстарға жол бермес үшін қазір бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаруымыз керек. Тәжікстан, Қырғызстан болсын, Өзбекстан болсын, Қазақстан болсын, Түркия болсын, бұлар бірлесіп қимылдауы керек. Бірлесіп әрекет ету керек. Өзара түсіністікте.